Қайырлы күн достар, сіздермен тағы да Гүлмира. Сіздерді Гумамен каналында көргеніме қуаныштымын. Бүгін бізде тағы да тақырып трендиол жайлы болмақ. Жалпы бүгін трендиол сайтынан қалай зат іздеу керектігін қысқаша айтып өтетін боламын. Трендиол сайтының басты бетінде тұрмыз дәл қазір. Енді трендиол сайтында ең негізгі іздеу жолы бұл жазу арқылы іздеу. Жазу үшін сіздер арнайы аудармашыны басып аласыздар да сол жерге сөзді көшіріп алып осы тұсқа қоя саласыздар. Сол кезде сіздерге барлық варианттарды шығарып беретін болады. Мысалы біз бұл жерге әйелдер көйлектері деп енгіздік. Енді қараңыздар, жоғарыда бұл тұста 100 мыңнан аса таңдауды бізге шығарып бергенін айтып жатыр. Міне әр дүкеннің үстінен бір-бір көйлектерден қарап өтіп жатырық. Өте керемет варианттарды бізге шығарып беріп жатыр. Енді достар, осы жерде кез келген дүкенге кіріп, ары қарай сол дүкеннің заттарын толығымен қарауымызға, немесе дәл осы заттың өлшемі бойынша, түрі түсі бойынша таңдап кете берсек болады екен. Және де тағы да бір іздеудің жолы, ол бізде шағын фильтр арқылы, яғни ең қымбаты бойынша, ең арзаны бойынша, немесе ең көп сатылым жинағаны бойынша іздесек болады. Мысалы, бұл жерде мен ең жақсы сатылымда болған заттар деп іздедім. Міне маған көп сатылым болған заттарды шығарып берді. Достар, және мына жақта көп адамға ұнаған көйлек, мына жақта көп пікір жинаған көйлектер, мына жақта рейтинг жағынан жақсы рейтинг жинаған көйлектерді іздеуімізге болады. Одан кейін бізде осы фильтр бөлімі бар. Бұл да іздестірудің екінші бір жолы. Бұл жерде арнайы марка бойынша іздесеңіздер болады. Мысалы, ол де-фактоны жазайын мен бұл жерге, немесе бірнеше марканы енгізсек те болады. Және бұл жерде, мысалы, мен S размер киемін, немесе маған бірнеше размер керек болатын болса, екіншеуін белгілесем болады. Одан кейін оның астында сізге қанша лирадан қанша лираға дейін аралықта қажет. Мысалы, маған 125 пен 175 лира аралығында қажет. Мен оны енгіздім. Енді бұл бөлім бізге аса қажет емес. Мына жерде түсі бойынша іздестірсек болады. Мысалы, маған осы түстер ұнайды. Немесе сіз үшін аса маңызды болмайтын болса, енгізудің қажеті жоқ. Бірақ бір нәрсені есте сақтаңыздар достар, сіздер фильтрді неғұрлым қолданған сайын өздеріңіздің алдарыңызға шығарып беретін таңдауды соғұрлым азайтатын боласыздар. Енді іздеп көрейік. Міне қараңыздар, мен көк, қызыл түстерді енгізген болатынмын. Маған осы түстегі көйлектерді шығарып берді. Және тек де-фактының киімдері деген едім, сол бойынша шығарып берді. Міне менде тек 5 қана таңдау шықты. Егер мен бұл жерде фильтрді түсі бойынша және маркасы бойынша алып тастайтын болсам, онда менде таңдаулар көбейетін болады. Мысалы, баға жағынан емес, қазір түсі бойынша алып тастасақ болады. Достар, енді бұл бізде қараңыздар көбейді, таңдау біршама көбейді. Енді іздеудің екінші жолына көшсек. Бұл жерде қараңыздар, әйелдер, ерлер, аксессуарлар және тұрмыстық заттар, косметикалық заттар, оның астында текстиль, ванналық заттар, оның астында тағы да басқа маталар, яғни тұрмыстық заттарды бөліп қойған. Осының кез келгеніне кіру арқылы өздеріңізге керекті заттарды тауып алсаңыздар болады. Дәл бұл жерде де фильтр арқылы іздесеңіздер де болады, және бір заттың өзінің әртүрлі түріне байланысты, түсіне байланысты, маркасына байланысты іздесеңіздер шығарып береді. Трендиол сайтында зат іздеудің бір үлкен минусы бар. Бұл бізде Taobao, Natsинтегіз сайттары секілді емес, яғни суретпен іздеу функциясы әлі қосылмаған. Бұл әрине өте өкінішті. Тек осы жақта жарнамалар бойынша іздесеңіздер болады, әртүрлі скидкалар болады, немесе жаңа маусымдық заттар шығып жатады, немесе блогерлер өздерінің алған, киген заттарын, қолданған заттарын жарнамалап жатады. Сол бойынша да астыңғы сілтемеге өтіп, тікелей сол дүкенге тап боласыздар. Немесе осындай брендтік заттарды, компанияларды шығарып қояды, жақсы дүкендерді шығарып қояды. Мысалы, Мангоға кіріп қарайық қазір. Бізде Мангоның арнайы өзінің дүкеніне келдік. Бұл жерде көйлектерді, бүкіл өзін сататын аксессуарларды шығарып берді бізге. Осы жерден бірнеше затты себетке салып қойсақ та болады, немесе осы жерден бір затты сатып алсақ та болады.
Сіздерге сатып аларда айтатын негізгі нәрсе, бір дүкеннен кемі 2-3 зат алсаңыздар, сіздерге скидка 30-20% көлемінде болады. Бұл дегеніміз 2000-3000 теңге көлемде ақша шегеріледі деген сөз. Және доставканың өзі, мысалы 700-800 теңге болса, сол доставканың өзі шегерілетін болады. Бұл өте жақсы. Мысалы, бұл дүкенге кірсеңіздер, әйел үшін қажеттінің барлығы бар. Көйлек дейсіз бе, әлде сырт киім дейсіз бе, немесе аяқ киімдер болсын, барлығын ыңғайлы етіп қойған. Осы жерден сатып алсаңыздар болады. Сіздер көптеу зат сатып алған кезде міндетті түрде өте үлкен жеңілдіктерге тап боласыздар. Міне достар, сіздерге Трендиол сайтында зат іздеуді қысқаша түсіндіріп өттім деген ойдамын. Егер де сіздерге ұнайтын болса, лайк басыңыздар, және осыдан кейінде пайдалы сабақтарды шығаратын боламын. Оны жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып каналға тіркеліңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.